Сәлем достар, мен жас лаборант Жарқынаймын. Бұл нөмірі 14, Жарқынай Бөбекжай балабақшасы шағын зертхана лабораториясы. Бүгін біз мен зерттеушімін жобасы бойынша шыт матаның қасиеттерін зерттейміз. Зерттеуші менің құрбым Балназым. Сәлем достар, менің атым Төлебек қызы Балназ. Мен жас зерттеушімін. Ал менің атым Алма Ұзақбайқызы. Біз бүгін матаның зерттеу қасиеттерін анықтаймыз. Ол үшін бізге не керек, Балназым? Кәдім айта ғой. Сүт мата, синтетикалық мата, сусасқыз, майлы, бояқстар, құмарласқан су, бос стакан, Пинцет керек, е? Балназым, сен білесің ба? Шыт матаны қайдан алады? Әрине, сүт матаны бізге табиғат береді. Иә, адамдар мақтаны арнайы егеді. Оның өнімдерін алып, өңдеп, мынандай әппақ жұмсақ мақта алады. Ұстап көрші. Осындай мақтадан жіп жасайды. Жіптен дәке, мата тоқиды. Шыт матаны біз тұрмыста көп қолданамыз, өйткені ол суды жақсы сіңіреді, ауаны өткізеді және өте төзімді болады. Ал енді тәжірибемізді бастайық. Бірінші тәжірибеміз қандай? Құрғақ түлкі. Не істейміз? Шыт матаға? Сүт матаға сусас көреміз. Ал енді майлы кезге көксек су өтті ме? Суымыз өтті. Енді синтетикалық матаға су шашамыз. Енді көріп ой. Құрғақ майлы көріп ой. Кесетті. Өтеді. Су өтеді. Міне өтеді су. Демек, қандай қорытынды шығарамыз? Шыт мата Суды сіңдіреді. суды жақсы сіңіреді. Сондықтан шыт матаны біз сүлгі киімдер тігеді екен. Ал енді екінші тәжірибеміз. Суды тазалаймыз. Стаканда не бар? Құмарласқан су. Су қандай болды суды? Оны Ал не істейміз? Бұл стаканға бос стаканға қоямыз. су ішін қоямыз, үстіне не қоямыз? Мата. Шыт матаны саламыз, қалыңдап бүктеп салдық. Ал енді құмарласқан суды құямыз. Шайқап құйып жібереді. Дәл құйып жібереді. Түбінің ішіне қалып кетті, бәрін құйып жібереді. Ал нені байқадық? Таза суды. Стакан қандай су ақты? Таза су. Ал енді мынау матаға қарайықшы, не байқадық? Құм. Иә, шыт мата құмды ұстап қалды да, суды ағызды. Мөлдір таза су болмаса да, кішкене тазарып қалды, иә? Міне. Құмымыз матаның бетінде қалды. Демек, қандай қорытынды шығарамыз? Сүт мата құмдыста қалып суды жіберді. Иә. Шыт матаның бұл қасиеттерін тұрмыста да қолдануға болады. Мысалы, құрт жасағанда, шыт матадан тігілген қапқа айранды құйып, сары суын ағызып, ішінде қалған қаптан құрт жасайды екен. Ал енді үшінші тәжірибеміз. Үшінші тәжірибеміз. Өзімді шыт мата деп аталады, иә? Ал жыртылды шыт мата? Жыртылмады. Қандай жыртылды? Жыртылды. Жыртылды. Қандай қорытынды шығарамыз? Сүт мата мықты, оны қолмен жырту қиын. Дұрыс айтасың. Сондықтан шыт матадан тігілген киімдерді біз ұзақ киеміз. Ал енді соңғы төртінші тәжірибеміз қалай аталады? Боялатын сүт мата. Шыт мата не істейміз? Мынау бояп салған суға матаны Саламыз. мынау қызыл шығырыны, ал мынау құрқыма салынған су. Құрқыма деген тамаққа қосатын дәмдеуіш. Қазір салып көрейік. Сен қызылшаға саласың, мен құрқымаға салып көрейік. Көрсетпей батырайық. Қолымызды салмай теңсетпей батырамыз. Түгел батырып батырайық кейін. Мата болмасын. Енді бүйтіп сүтін алып суың ішіне ағызып дәметелеп. Ал нені байқадық? Айта көрші. Шыт мата не істейді екен? Жақсы боялады. Шыт матаның осындай қасиеттері бар екен. Біздің үстіміздегі алжапқышта көк түске боялған шыт матадан тігілген екен, иә? Ал осы тәжірибенің бәрін жасап қандай қорытындыға келдік? Сүт мата суды жақсы сіңіреді. Және сүт ретінде оны қолдануға болады. Иә, достар, сендер де осындай тәжірибе жасап көріңдер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.